Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаны мінсіз жұмсақ ауызда еритін торт болып шығады. Міндетті түрде менімен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызды газға қойып, 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне 200 грамм қантымызды саламыз. Соның үстіне 100 грамм мед немесе 2 үлкен қасықпен мед саламыз. Соның үстіне 100 грамм сары майымызды салып, орташа отта араластырып отырамыз. Осылай үзбей араластырып, майымыз, қантымыз барлығы ергенше араластырамыз. Енді осы еріп біткен соң, бір қасық сода салып, көпіргенше араластырамыз. Әбден араластырып, көпіршік болғанын күтеміз. Міне менде осындай болып көтеріліп, көпіршік болды. Енді осы ыдысымызды газдан түсіріп, ұнымызды, електен өткізген ұнымызды кезек-кезек салып араластырып отырамыз. Қамырымыз қою болғанша ұн қосып араластырамыз. Қою болған соң дастарханымызға ұнымызды осылай електен өткізіп, сеуіп алып, бағана қою тестамызды осының бетіне құйып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Кішкене қолға жабысады, себебі ішінде балы бар, қанты бар болғаннан кейін, осының барлығын жабысқаннан кейін бір-бірінен оның көмегімен үстіп илеп аламыз. Менде жұмсақ қамыр шықты. Осы қамырымызды енді бөлшекке бөліп, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң, осындай пергаментный қағазға ұн сеуіп жайып шығамыз. Менде осындай 24 диаметрлік форма, осы формамен кесіп 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Әр қайсысын осындай қылып пісіріп аласыздар. Міне менде осындай сарғыш қоңыр болып пісті. Мен сәл қалыңдау қылдым, сіздер одан да жұқа қылсаңыздар тіпті керемет болады. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керегі 200 грамм қант, жұмыртқа, крахмал. 200 грамм қантқа 2 жұмыртқаны салып, әбден араластырып аламыз. Осының үстіне 50 грамм крахмал қосып араластырып алдым. Менде кукурузный крахмал. Осылай әбден араластырып аламыз. Енді 400 мл сүтімізді орташа отқа қойып, бағанағы салмамызды шетінен салып араластырып отырамыз. Үзбей араластыру керек. Салмамыз қою болғанша араластырамыз. Міне менде осындай көпіршік болып қоюланды. Осының үстіне 100 грамм майымызды салып, әбден ергенше араластырамыз. Міне менде дайын болды уже. Дайын болған салмамызды салқын жерге суығанша шығарып қоямыз. Енді екінші салмамызды дайындаймыз. Ыдысымызға 400 мл сливкемізді құямыз. Менде 33% сливки әбден қою болғанша миксерлейміз. Міне менің салмам да дайын болды. Енді бағанағы піскен қоржықтарымыздың жанындағы артығын блендерден өткізіп аламыз. Жаңағы сливкемізбен суған салмамызды да қосып араластырып аламыз. Енді қоржықтардың үстіне кремімізді кезек-кезек жағып шығамыз. Міне барлығына жағып болған соң, крошкалардың жан-жағына бетіне сеуіп,
дайындап шығарамыз. Міне біздің тортымыз уже дайын, дәмі енді сөзсіз керемет болып шығады. Осы рецептпен істесеңіздер жұмсақ ауызда еритін болып шығады. Маған тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.